Қайырлы күн, кино сүйер қауым. Біз бүгін Қызым телесериалының 35-36 бөлімінде келіп жеттік. Бүгін Асу Өйкін үйіне әкеледі. Үйіне Асу Өйкі кірсе, Асу арақ шарап ішіп, үйдің іші шашылып жатады. Асу барып магазиннен кәдімгі хот-дог па бургер ма әкеліп, осы Өйкіге береді, бірақ Өйкі оны оған қарамайды да, жемейді де. Сол кезде оған айтады, әлденіп ал, жинап осылардың барлығын жеп ал дейді. Одан кейін мені шынымен де Өйкі айтады анасына, егер де мені шынымен де жақсы көрмесең, мені алып кетпе, мен әкемнің қасына болғым келеді дейді. Одан кейін Демир әкесі звондап Өйкіге звондайды. Өйкі алады. Сол кезде Демир айтады, тісіңді жудың ба, тамақ іштің бе дейді. Сол кезде Асу оған қатты уайымдап қалар деп, иә, тамақ іштім дейді. Бірақ Демир сонда да қайырлы түн деп онымен қоштасады, бірақ Демир далада күтіп тоңып тұрады. Таң атқанға дейін күтіп тұрады. Азанда әкесі Асуға звондайды. Асуға звондаса, Асу ұйықтап атады. Телефонды алса, Демир айтады, Өйкіні оят, сен ұйықтап жатырсың ғой дейді. Сол кезде я деп Асу орнынан тұрып Өйкіні оятпақшы болып бөлмесіне барған кезде Өйкі өзі оянып есіктің алдында тұр екен. Бірақ осы Асумен әлі кофе ішкен жоқпын деп кофесін ішіп, сен күте тұр дейді Өйкіге. Одан кейін екеуі бірге төменге түседі. Төменге түсіп, Демир айтады, қызым, таңғы ас іштің бе дейді. Сол кезде жоқ, ішкен жоқпын дейді. Сөйтіп екеуі машинаға отырып мектепке кетеді. Одан кейін Асу Джемалға хабарласады. Джемалға хабарласып, мен ата-ана болудан шаршадым, мен ана болғым келмейді дейді. Мен ана болып жарытпаймын дейді. Одан кейін Жандан келеді Демир екеуі. Демирге айтады, кешірім сұрайды. Кешегі Асудың айтқандарына мен сеніп қалдым, сол үшін сенен кешірім сұраймын дейді. Одан кейін осы екеуі, жаңағы Жандан мен Демир екеуі Өйкінің мектебіне бармақшы болады. Ол жақта көрініс болады, ұйқыдағы ару. Осы жерде барлығы сахнада өнер көрсетеді. Өйкі ұйқыдағы ару болып әдемі ойнап жатады. Ең соңында тістелген алманы жеп, сол жерде ұйықтап қалады. Яғни ертегінің сценарийі бойынша сол жерде ұйықтап, ол тұрмайды. Сол жерде енді ертегі бойынша бір жігіт келіп маңдайынан сүйген кезде ол ояну керек, бірақ Өйкі ол оянбайды. Сол жердегі барлығы достары Өйкі тұр дейді, ол тұрмайды. Сол жерде ата-аналардың барлығы шошып, жаңағы Демир де жүгіріп қасына барады, бірақ Өйкі әлі де оянбайды. Оны көтеріп алып, больницаға қарай, скорый шақырып, больницаға қарай дереу апарады. Одан кейін Джемал мен Асу екеуі сөйлеседі. Джемал Асудың үйіне келеді. Асуды азғырып, сен не үшін олай айтып жатырсың, ана болмаймын деп, олай жасама, олай сен дереу бас тартпа дейді. Сөйтіп екеуі біраз сөйлеседі. Одан кейін Өйкі көзін ашады. Демир оған ұрсады, сен үнемі сабақ оқып, одан кейін үйге келіп осындай көріністерге дайындаласың. Сен шаршадың, сондықтан сен осылай талып қалдың, ұйықтап қалдың дейді. Сол кезде Өйкі біртүрлі болып, мен ауырып жатырмын ба дейді. Эмир оған тіпті одан сайын айғайлап, енді болды, осыдан кейін бұндай көріністерге сен қатыспайсың, тек қана мектепке барасың, мектептен келесің дейді. Сен шаршап қалғансың дейді. Одан кейін Демирді дәрігер шақырып алып, осы Өйкінің жағдайы туралы айтады. Өйкінің жағдайы өте нашар. Оның алғашқы ұстамасы ұстап қалған, яғни оның алғашқы ұстамасы одан кейін қайталануы мүмкін дейді. Одан кейін осы соңғы кездері мен оны кішкентай болғасын ерте деп ойлап жүрсем, ол тіпті ерте басталыпты ауруы. Өйкі осы соңғы кездері қатты қиналып жабырқап жүр ма, әлде мүмкін содан болуы мүмкін дейді. Сол кезде жаңағы Демир айтады, жоқ, иә, оның анасы келді, осы уақытқа дейін тастап кеткен анасы оған келді, сондықтан ол жабырқап жүр дейді. Сол кезде дәрігер айтады, о Құдайым, бұндай жағдай тіпті дені сау балаға да қатты әсер етеді ғой, бұндай нәрсе болмасын енді дейді. Одан кейін Асу больницаға келеді, айқайлап, неге жалғыз ол деп ол жерде айғайлайды. Сол кезде жаңағы Жандан оған айтып, сен не бұл жерде Өйкіні ғана көріп тұрсың ба, мен де тұрмын, мен оған қарап жатырмын дейді. Асу сол кезде айғайлайды, кім қайда, Демир қайда, Демир неге тастап кетті әкесі деп. Сол кезде жаңағы Жандан айтады, ол киімдерін мектептен дәл осы күйінде көтеріп алып келдік, тоңып қалмасын деп киімін алуға үйге кетті, ал мен қарап отырмын дейді. Сол кезде Асу айтады, мен қызымен оңаша сөйлескім келеді дейді. Ал Жандан оны екеуін оңаша қалдырады. Сол кезде Асу оған айтады, мен сені жалғыз қалдырмаймын, сен туылған кезде мен сені әдейі тастап кеткен жоқпын, мен сенен бас тартпаймын дейді. Сөйтіп ол анасы қызына күнделік сыйлады. Мен жас кезімде үнемі күнделік жазып жүргенмін, мүмкін саған да керек болып қалар, мына жерде кілті мен құлпы да бар, егер де ешкім оқығаныңды қаламаса, бұл күнделікті күлтеп қоюыңа болады дейді. Одан кейін Асу өзінің есіне түседі, Джемал оны азғырып, сен Демирді жеңуің керек, баланы алдарқат, оны алда, бала деген анасының айтқанын үнемі есінде сақтап қалады, анасының айтқанына сенеді, тіпті өтірік болса өтірік екенін білсе де сенеді. Бұл жерде бірінші осы Өйкінің айналшықтап шықпа, оған шынайы жанашыр екенін, оны жақсы көретініңді оған көрсет дейді.
сөйтіп досы мен демир екеуі үйіне жаңағы киімін алу барысында екеуі бірге сөйлеседі. Демир оған жылап, мен ешқашан жақсы әке бола алмаймын, ол қатты ауырып жатыр, мен оған көмектесе алмаймын деп Демир жылайды. Ал досы болса оған оны алдарқатып оған айтады: сен бұл өмірдегі ең жақсы әкесің, мен ешқашан өзімнің әкемді көрген емеспін, тіпті оның қай кезде мені құшақтағанын, тіпті мені мойнына асып алып мектепке апарғанын, тіпті менің қай сыныпта оқып жатқанымды да білмейді. Сен оның қасында тіпті керемет әкесің, мен саған қарап, құдайым, осындай да әкелік махаббат болады екен ғой деп таңырқағанмын. Бұл дүние не десе ол десін, бірақ сені сот оған бермейді, сен тұрғанда оған ешқашан бермейді дейді. Одан кейін Демир айтады досына: сен шынымен де өте керемет досың, мені жұбаттың дейді. Одан кейін жандан Демирге асу келгенін, оған не болғанын барлығын айтады. Сол кезде ол Демир ашуланады: сен неге оны бөлмеге кіргіздің, оның миын улайды ғой ол дейді. Сол кезде жаңағы жандан Демирге түсіндіреді: сен не десе ол де, ол оның туған анасы, ана деген ол ешқашан бүйтіп оңайлықпен бас тартатын нәрсе емес дейді. Одан кейін Демирді больницадан шығармақшы болады. Ол киімдерін әкеп дайындалып жатыр. Ал Демир болса больницаның ішінде ресепшн бөліміне барып, емге қанша кеткенін көреді. Сол кезде өте қымбат ақша болады, бірақ оның қалтасында ондай ақша болмаған болатын. Бірақ ол осы Жанданның бұрынғы жігітіне барып сол төлегенін естиді. Бірақ Демир оған айтады: мен саған әйтеуір бір күні төлеп беремін дейді. Ал Жанданның жігіті: жоқ, маған төлемей ақ қой, мен шынымен де осы қызға жаным ашып төледім, және Жанданның көңілі үшін сенің түк те қатысың жоқ дейді. Сөйтіп бүгінгі бөлім аяқталды. Өте қызық болды. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер.